Баршаңызға сәлем. Сіздермен Грузия елінің тағамы хачапури дайындаймыз. Бізге жылы су, жылы сүт, шекер, дрожж керек болады. Барлығын араластырып аламыз. Содан соң ұнымыздың кішкене бөлігін саламыз, яғни 4-5 қасықтай ұн салып араластырып аламыз. Араластырып болған соң бетін салафанмен жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Сол арада қоспамызды дайындаймыз, шұжығымызды турап, ірімшігімізді үккіштен өткізіп қоямыз. Қалаған ірімшігімізді қолдануға болады. Сұйық қамырымыз дайын. Ұнымызды, тұзымызды салып, жұмсақ қамыр ейлейміз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз, 2-ге немесе 3-ге бөліп ейлейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысқақ болып келуі мүмкін. Оны соңында сұйық маймен жақсылап илеп аламыз. Сұйық майымыз көп болып көрінуі мүмкін, қамыр өзіне сіңіріп алады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бетін жаңағы салафанмен жауып, және 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Тестамыз дайын, көтерілді. Енді осы тестамызды 4 бөлікке бөлеміз. 4 адамдық хачапури шығады. Егер сіздер 2 адамдық жасаймын десеңіздер, осы ингредиенттерді 2 есе азайтып жасауға болады. Осылай қолмен жайып аламыз. Содан соң жанына шұжығымызды орналастырып шығамыз. Сосын ораймыз. Ірімшігімізге сүт құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл хачапуридің ортасына жағылатын начинка. Енді хачапуридің бетіне жұмыртқаның сарысын ғана алып, араластырып, жағып шығамыз. Пісуіне аз қалған кезде осылай ортасын ашып, бір жұмыртқамызды жарып жібереміз. Содан соң бетіне кішкене тұз себеміз. Және 2 жағына кішкене сары май жағып жібереміз. Қайтадан пешкіде пісіріп аламыз. Хачапури дайын, өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып келеді. Және де ыстық күйінде жеңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған жан сая ас болсын.